Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Мұражайлы подкасттың жаңа шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ерекше тақырыппен бөліспекпіз. Бастамас бұрын біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сілтемені достарыңызбен, әріптестеріңізбен, жақындарыңызбен бөлісіп, қазақ тілдегі контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Әр дәуірде өз арманы мен шабыттын ұштастырып, ережелер мен шектеулерге бағынбайтын адамдар болған. Rolls-Royce компаниясы осындай жандарды ойшылдар деп атайды. Олар әлемді өзгертетін идеялармен танымал. 20 ғасырдың басы. Автокөлік өнеркәсібінің жаңа дәуірі. Сол кезеңде Лондонның Пикадилли ауданындағы Ұлыбританияның автоклубы аясында Чарльз Ройс, Генри Ройс және Клод Джонсон сынды жаңашылдар бірікті. Бұл шығарылымда біз Rolls-Royce компаниясының аңызына айналған экстаз рухы атты мүсіннің тарихына тереңірек тоқталамыз. Автокөлік капотын безендіру сәні 20 ғасырдың басында басталды. Ол кезде аристократтар мен бай адамдар көліктерін мүсіндермен ерекшелендіретін. Осындай сән қойлардың бірі Лорд Монтегю еді. Ол Rolls-Royce Silver Ghost көлігінің радиаторын ерекше мүсіншемен әсемдеу жоспарлап, белгілі мүсінші Чарльз Сайкске жүгінді. 1909 жылы Сайкс Элеонора Торнтонның бейнесін пайдаланып, сыбыр деп аталатын мүсінді жасады. Кейін бұл мүсін экстаз рухы атауымен танымал болды. Қолдарын желге қарсы созып, жамағысы ұшып тұрған әйел бейнесі сұлулық, еркіндік және табандылық символына айналды. Мүсіннің эволюциясы. 1911 жылы экстаз рухы Rolls-Royce көлігінің ресми символы ретінде таңдалды. Алғашқы нұсқасы 18 см биіктікте болса, 1934 жылы зерленген формаға өзгертіліп, биіктігі азайтылды. 1970 жылдары мүсін жарақат қаупін азайту үшін серіппелі етіп жасала бастады. Өндіріс ерекшеліктері. 1934 жылға дейін мүсіндерді Чарльз Сайкс жеке өз қолымен жасады. Қазіргі уақытта мүсіндер металдан құйылып, жоғары сапалы тот баспайтын болат, хрусталь немесе алтынмен қапталады. Әр мүсін ерекше қолөнер туындысын болып табылады. Лорд Монтегю мен Элеонораның махаббаты хикаясы экстаз рухы мүсіннің іргетасы. Өкінішке орай, Элеонора 1915 жылы неміс суасты қайғы шабуылының кезінде қаза тапты. Бұл қайғылы оқиға мәңгілік символға айналған мүсіннің тарихын одан әрі әсерлетеді. Әр Rolls-Royce көлігі шамамен 800 сағаттық еңбектің нәтижесі. Дизайнерлер, инженерлер және шеберлер әрбір бөлшекті мінсіз жасауға бар күшін салады. Экстаз рухы бұл жай ғана сәндік элемент емес. Ол армандардың символы, еркіндік пен шығармашылықтың жарқын көрінісі. Rolls-Royce компаниясының тарих мен мәдениет арқылы біз өзіміздің шабыттандыруға және жаңа биіктерді бағындыруға үндейміз. Бұл мұражайлы подкаст. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Келесі шығарылымдарда кездескенше.